Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен Алмас. Бүгінгі видеода мен Открытие сундуковтың 3-ші бөлімін түсіретін боламын. Енді сіздер ойлап отқан шығарсыздар, не үшін спайкқа обзор түсірілмеді және де қашан деген сұрақтар енді осы видеодан соң түсірілетін болады. Сөйтіп достар, сіздер алдыңғы видеода енді мен өз комментарияға жазып кеттім, спайк немесе фрэнк деп. Сол кезде сіздер 3-4 адам спайк деді, ал бір адам болсын фрэнк жазған жоқ. Енді мен спайкқа түсіретін боламын. Сосын достар, енді мен пайпер түсіріп алдым, оның себебін айтайын. Бір рет мен ойнап отқанда негізі не большой ящикқа қолым тиіп кетті. Негізі бұл 5-6 болады еді негізі большой ящикта. Енді қазір негізі қолым тиіп кетті. Содан енді негізі ашуланып тұрғанда енді ашуымды басу үшін Supercell компаниясы маған пайперді берді. Енді содан енді қуанып қалдым. Енді оны қолым тиіп кеткеннен енді өкінген жоқпын. Енді достар, жаңадан Эмос деген браулер де шықты. Енді осы 4 браулер бар: Spike, Frank, Эмос, Пайпер. Енді 4-іне де обзор кетейін деп тұр. Енді сіздер күтіп қалмайсыздар. Енді достар, енді сундуктарға келетін болсақ, менде 42 маленький, 2 большой, сосын 2 мега ящик жинап қойдым. Сосын достар, мен 1,5 аптадай видео түсірген жоқпын. Енді оның себебі, енді мен 10 кубок аппарат еткенге шейін күтіп отырдым. Енді барынша енді көп жинауға тырыстым. Күн сайын енді көптеу ойнап жүрдім. Кішкене қисамет еткен жағдайларым да болды. Енді осыған енді әрең дегенде жеттім. Енді достар, мен жалғыз емеспін. Бұл сундуктарды менімен бірге тағы інім ашатын болады. Оның есімі Санжар. Сәлем достар. Енді достар, оның жасы 6-да. Енді ол да Brawl Stars ойынына қызығады және менің немді ойнайды. Енді кейбір кезде немді трофейім түсіргенмен кейбір кезде кішкене көп жинап қояды. Енді соған қатты қуанамын. Енді біз сундуктарды ашуға да жақын қалдық. Енді достар, осы сундуктарға енді кішкене ұзақтау уақыт кетті, бірақ бұл 2 большой мен 42 маленький енді аз. Енді аз болғанымен көп деп көрдіңіздер. Не үшін 2 большой деп ойласаңыздар, негізі шеует, негізі қазір ғана қолым тиіп кетті. Енді видеоны енді кішкене түсіру қиын, шатасып кетесің. Енді содан болады. Видео түсіруге негізі оңай емес. Енді достар, осы видеоға смело лайк басып кетіңіздер. Осындай тырысқаныма күн сайын әдейі көптеу ойнап жүрдім. Сабаққа қарамайды, бірақ енді сабақ оқимын ғой, бірақ кішкене көптеу ойнадым. Енді достар, енді сундуктарды ашайық. Ендеше кеттік. Енді хотя бы бір браулер болсын түссе деген үміттемін. Енді біз Открытие сундуков, тағы да Открытие сундуков түсірген ғой, 2-ші бөлімше. Енді ода вообще түсінген жоқ, енді менің көңілімді қалдырды. Енді осы Открытие сундуков көңілімді қалдырмайтын шығар деген ойдамын. Енді қазір көп кристалдар түсіп жатыр. Хотя бы көп кристалл түссе, сөйтіп спайкқа көп не түссе екен, әлі 2-ші уровень түскеніне 1 айдай болды. Енді қазір барынша тез ашып жатырмын. Енді достар, айтпаппын ғой, біз ініміз екеуміз келісіп алдық. Бұяқта енді басында 42 сундук болды. Енді біз 21-21-ден ашатын боламыз. Енді мен қазір 21-ді ашып алайын. Жота кристалдар тез түсіп жатыр, көп. Әшейінде түспеуші еді. Давай, браулер. Сенімдімін, Леонды. Достар, сіздер Леон деген браулерді, немесе любой қалаған браулеріңізді түсіп алғыңыз келсе, осы каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сол кезде обязательно сіздерге түсетін болады. Бұл енді шындық, өтірік емес. Маған жазылған бәріне түсіп жатыр. Енді менің інім ашатын болады. Енді мен оған да енді тез аштыртып үйретіп қойғанмын. Я ма? Я. Енді бұл енді кішкене ақылды. Енді бұл да енді 1 айдай уақыт қалды, уже почти маған жетіп барды. Бұл да кішкене мықты ойнайды. Басына вообще ойнамайтын мен сияқты. Негізі мен енді жаман ойнайды, өйткені қарасаңыздар, 6 жаста енді бұл. 6 жаста вообще соткада ұстамайды ғой балалар, бұл вообще ойнайды. Енді бұл бала дамып келеді. Енді что-то дым түспей жатыр.
Енді мега ящиктерде үміт бар. Енді қазір 2 большой мен 2 мега ящик, енді соны бір-бірден ашатын боламыз. Енді сол екеуінен енді түссе, или түспесе бітті ғой вообще. Бірақ негізі маған 12 кристалл қараңыздаршы. Рекорд қой менің рекордым 12 кристалл. Что-то кристалдар көбейіп кетті, слишком көбейіп кетті. Енді ол ашып бітірді. Енді мен бірақ большой ящикті ашатын боламын. И сразу басталайын. 3 сағат и түспейткен кристалл. Ой, нормально. Хотя бы нелер опыттар беріп жатыр. Енді аш сен. Давай. Тез аш, тез. Молодец, нормально. Енді біз мега ящиктерге келетін боламыз. Міне енді ең маңыздыларына келдік. 2 мега ящик. Енді мен бірінші болып мен мега ящикті ашатын боламын. Сосын енді екінші інім. Енді бұл енді ең күшті кезі. Енді бұл жақта түспесе енді не айтарымды білмеймін. Енді бұған енді қатты тырыстым. Мен тырысқан үшін енді браулер түседі деген ойдамын. Любой браулер. Енді көрейік. Енді қатты қорықтымын, түспей қалады ма деп. Енді бәрібір. И 5 ағзат. Мақұл енді. Енді әнімтінен түседі деген ойдамын. Бақ, кристалл. Енді аларды ала салайын. Енді мен бұяқты обязательно спайкқа беретін боламын. Ақша. Атты өзім аша салайын. Тоқтан бәрдім спиді. Енді ең соңғы мега ящик. Енді ең соңғы сұндық қалды. Ең мықтысы. Енді оны әнім ашатын болады. Давай. Енді ең маңызды сәті. Енді түссе енді қатты қонамын. Енді түспейді деген ой болып тұр. Түспейді. Білебем. Енді достар, көрдіңіздер ме? Осы видеоға браулер түсейін десең, түспейді ғой. Әшейінде бірақ мега әшейінде ящик ашсаң болды. Түсіп кетеді. Ал сіздерге көрсетіп тұр. Әдемі көп жинақ қойып браулер түскенін көрсетейін десем, осының үшін болмайды. Уже 2 рет сондай болып тұр. 2 открытие сундуковта 2 видеомда сондай болып тұр. Енді бірінші открытие сундуковында енді девил түсті, хотя бы болсын. Енді достар, көңілімізді түрмейік. Бізде 2000 ақша, 67 кристалл, нормально. Енді біз өзінің браулерлерімді үлкейтіп тастайын. Енді спайкіміз наконец-то 4-ші неге жетті. Фрэнкші, ол да 4-ке жетті. Пайпер 3-ке и жаңадан шыққан браулер ол 3-ке жетті. Енді не істеймін? Ашқаным зая кетті деп ойлап тұрмын. Енді достар, енді мен енді өкініп тұрмын деген негізі түсет деген ой болған. Бірақ енді сіздер менің көңілімді түсірмес үшін осы видеоға обязательно комментарий жазып, лайк басып, сосын достар, неге комментарийға жазып кетіңіздер, өздеріңіз қандай браулерді жақсы көресіз, сондай жазып кетіңіздер. Мысалы маған Леон, мысалы сіздерге Ворон болуы мүмкін, сөйтіп жазып кетсеңіздер үшін Леон, Ворон деп. Сосын достар, осы каналға тіркеліп лайк басқан соң, сіздер мен әшейін маленький ящикті ашып көріңіздер. Ал сіздерге браулер түсіп кетсе, осы комментарияға обязательно жазыңыздар. Сосын достар, каналға тіркелген соң обязательно колокольчикті басып кетіңіздер. Сол кезде менің видеоларымды ешқашан өткізіп алмайсыздар. Енді мен қатты көңілім қалып тұр, содан енді сөйлегімде келіп тұрған жоқ. Ал ендеше достар, видеоның соңына да келдік. Сіздермен бірге болған мен Алмас. Сау болыңыздар.